Достар, қалай ойлайсыздар? Сіздерге бір кішкене сұрақ, және де ол сұрағым өзім жауап берем. Бірақ осыны тыңдап отқан кезде өз-өзіңізде бір тезірек жауап беріп отырыңыздар. Мысалы, мұнараның биіктігі оның көлеңкесімен өлшенеді екен. Ал адамның ұлылығы немен өлшенеді? Ойланып көріңізші. Бұның жауабын сәлден кейін айтамыз. Қытайдың мақалы бар екен. Мұнараның биіктігі оның көлеңкесінің биіктігімен өлшенеді дейді. Ал адамның ұлылығы немен өлшенеді? Осында көп адамдар былай деп жауап береді. Адамның ұлылығы оның бір еңбегінде дейді, оның бір бала-шағасының көптігінде дейді, оның бір жазып кеткен бір еңбегінде дейді, болмаса оның бір ақшасында дейді. Бірақ ол емес. Адамның ұлылығы сол адамға жала жауып жатқан жауларынан көптігінде, сол адамның артынан сөз сөйлеп көре алмай жатқан адамдардың көптігінде екен. Егер артыңыздан көп адам көре алмай сөйлеп жүрсе, болмаса артыңыздан көп адамдар жамандап жүрсе, онда біліңіз, сіз олардың бір ұлысыз. Өйткені сіздің істеп жатқан істеріңіз көптігі соншалық, соны көре алмай сөз сөйлейді екен артыңыздан. Көш жүреді, ит үріп қала береді. Жүріңіз, тірлік істеңіз, арттағы адамдар қала берсін.